Баршаңызға сәлем. Бүгін тәбет ашатын, өте дәмді, тіл үйіретін әрі әдемі салаттарының бірі веган салатын дайындаймыз. Жасалу жолы оп-оңай, менің арнамда қалып, рецепті толығымен көріңізді ұсынамын. Керек заттар: брынза, қызанақ, сарымсақ, салат жапырағы, кисло-сладкий соус, оливковое масло, крахмал кукурузный және де баялды. Баялды мен алдын ала осындай бөліктерге бөліп, тұзды суға ұстап, барлық судан арылтып, осылай дәл видеодағыдай құрғатып аламыз. Баялдымызға 2 ас қасық крахмал салып, толығымен араластырамыз. Менде крахмал кукурузный, соны қолдануға кеңес беремін. Қызып тұрған майда осы баялдымызды кезек-кезегімен пісіріп аламыз. Пісіру кезінде баялдымыз бір-біріне жабыс қалуы мүмкін. Сондықтан да бір-бірден салып, дәл видеодағыдай осылай қуырып алуларыңызды ұсынамын. Баялдымызды осылай қызарғанша дейін қуырып алыңыздар, дәл видеодағыдай. Енді қызанағымызды дәл баялдының көлеміндей кесіп шығамыз. Өзіңізге қалай ыңғайлы болады. Черри қызанағында қолдануға болады. Ендігі кезекте салат жапырағын дәл видеодағыдай осындай ұзынша қылып кесіп шығамыз. Салат жапырағынан басқа қандай да зеленді қолдансаңыз болады, немесе микс салаттардың зелендерін, әркімнің өзінің талғамына байланысты. Енді брынза сырын дәл видеодағыдай кішкентай 3 бұрышты бөліктерге бөліп, кішкене қалыңдау қылып кескен жөн болады. Қызанақ пен салат жапырағы салынған ыдысқа сарымсағымызды үкіштен өткізіп, оливковое масло құйып, барлығын араластырамыз. Дәл осы көлемде 2 орташа тарелкада салатымыз дайын болды. Дәл видеодағыдай алдымен қызанақ пен салат жапырағын дәл видеодағыдай жайғастырып аламыз. Ендігі кезекте баялдымызды дәл видеодағыдай жайғастырамыз. Баялдымызды қызанақтың үстінен осылай қойып қойсаңыздар, өзінің қатты кейпін сақтап, хрустящий, сондай өте дәмді, ерекше болып тұратын болады. Ендігі кезекте брынза сырын осылай жайғастырамыз. Өздеріңіздің қалауларыңызша творожный сыр немесе моцарелла сырын да қолдануға болады. Әркімнің өзінің қалауынша. Енді осы салатымыздың фишкасы ол кисло-сладкий соус. Осы соусымызды осындай кондитерлік қапқа салып, дәл мен секілді әрлеп шығуларыңызға болады, немесе кондитерлік қап болмаса, қасықтың да көмегімен, басқандай да дозаторлармен осылай әрлеп шығуларыңызға болады. Біздің салатымыз дайын, өте дәмді әрі тәбет ашатын салаттардың бірі. Міндетті түрде жасап көріңіз. Егер де рецептім сізге ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Сау болыңыз.